Міне, құлатамын. Керемет. Бұл жолы ұзағырақ болды. Көрдің бе, Поль? Ах, екеуміз сөйлеспейді екенбіз ғой. Бұдан ұзын қылу қажет, және суретін қиындау қылу керек. Ал мен үйімді құрастырып болдым. Бізге жолдардың не керегі бар? Бәрібір құлап қалады. Бос уақыт өткізу. Бұл жерде сенімен келсем, бос уақыт өткізу. Бұл абайсызда болды. Осы сөзіңе де толықтай келсем, бірақ 10 минут бұрын кездей соқтық болмайды деп жатыр ең. Жан, неге маған тиісе бересің? Мен бе? Мен саған тиісіп жатқан жоқпын. Сонда не, ақмақтар секілді бір-бірімізге ренжіп отырамыз ба? Мұның бәрі саған байланысты. Сен мен бірінші сөйлеспей қойғансың. Иә, біз шынымен де ақмақтар сияқты доминоны бөліп алып, енді жеткізе алмай отырмыз. О, керемет айттың. Қане, достасайықшы. Қаласаң, сенің мына жолдарыңды жасайық. Иә, толықтай келсем. Поль, енді ұрыспайықшы. Біз балдырған боламыз, досты көп табамыз. Қашанда, қайда да достар бір-біріне сенімді боламыз. Мен сенімен толықтай келсем. Жан, жолда үйде салмай-ақ қояйықшы. Оның орнына танктер құрастырайық. Қараш, доминаларды бұлай қоямыз. Қарапайым боп шығады. Қара. Ештеңе де құлап кетпейді. Қызық, бізде сонда танктер дивизиясы шығады. Тіпті 2 дивизия. Қара. Міне. Біреуі менің бақылауымда, екіншісі сенің қарауыңда болады. Тамаша, сонда екеумізде басқарушы боламыз. Ешкім ренжімейді. Дұрыс шешім. Енді мұны қалай тұрғызамыз? Біреуін, екіншісін, үшіншісін аламыз. Сосын барлығын көлденең саламыз. Оңай екен ғой. 2 танк бар. Олардың әрқайсысы 4 тақтайшадан тұрады. 4 қосу 4 тең болады 8. 8 доминодан 2 танк. Біз осылай барлық пластиналарды санап шыға алмаймыз ғой. Әйтпесе бұрын бұлай жасамағанбыз. Сенің қорапшаңда қанша пластина бар екенін білесің бе? Жоға, мен ешқашан санамаппын. Онда бұл жағдайды дұрыстау керек. Балалар, кәне біз сендермен мына бір жерде бос орындарға тиісті сандарды қойып, өрнектердің мәнін табайық. Ал дайынбыз ба? Енді бірінші өрнектен бастаймыз. 5 қосу 3 тең болады. Неше балалар? 8. Ол үшін біз мына бір жерде нүктелердің санын санауымыз керек. Неше нүкте көрдіңіз? 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 1, 2, 3 нүкте. Яғни барлығы менде қанша нүкте болды? 8 нүкте болды. Жақсы. Ал мына бір жерде қандай сан болу керек? Кәне, таптыңдар ма? Жақсы. Яғни 3 деген санды жазамыз. Неге? Бұл жерде біз қосылғыштардың ауыстырымдылық қасиетін пайдаландық. Жақсы. Келесі. Енді азайтамыз. 8 азайты 3. Барлығы 8 нүкте. Егер 3 нүктені азайтсақ, менде неше нүкте қалады балалар? 5 нүкте. Дұрыс айтасыңдар. 5 цифрын жазамыз. Келесі, енді 8-ден 5 азайтамыз. Яғни, мына бір қатардағы 5 нүктені санамасақ, бізде мына жерде неше нүкте бар? 3. Сонда 8-ден 5 азайтсақ, 3 болады.
Жақсы. Енді келесі өрнекке қараймыз. Неше нүкте бар менде? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Енді барлығы менде неше нүкте бар екен табу үшін мен қосу амалын орындаймын. 4-ке 3-ті қоссақ неше болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 болды. Менің жауабым дұрыс екен. Енді келесі бос орынға тиісті санды қоямыз. Тағы да қосылғыштың ауыстырымдық қасиетін пайдаланамыз. 3-ке 4-ті қоссақ 7. Келесі 7 азайту 3. Егер мына бір қатарда 3 нүктені санамасақ, қанша нүкте бар балалар бізде? 4. Сонда 7-ден 3-ті азайтсақ 4 болады. Жақсы. Енді келесі 7-ден 4-ті азайтамын. Жауабы 3. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Келесі нүктелер санын қараймыз. Неше нүкте бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 цифры жазылған. Мына бір қатарда неше нүкте? 1, 2. Сонда мына бір бос орынға мен қандай санды жазамын? 2. Жарайсыңдар. Енді 5-ке 2-ні қоссам неше болады? Барлығы неше нүкте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Менде барлығы 7 нүкте. Өте жақсы. Енді мен қосудың ауыстырымдық қасиетін пайдаланамын. 2 қосу 5. Неше болады? 7. Менде қосылғыштың мәні өзгермейді. Енді азайтамыз. Менде барлығы неше нүкте бар? 7. 7-ден 5-ті азайтсақ неше болады? Кәне? 1, 2, 3, 4, 5 азайтамын. Менде неше нүкте қалады? 1, 2. Яғни 7-ден 5-ті азайтсақ 2. Келесі енді 7-ден барлық нүктелер санынан 2-ні азайтамын. Неше болады? Мына бір жердегі 5 нүкте қалады. Өте жақсы. Келесі өрнекке көшеміз. Бұл жерде менде 1, 2, 3, 4 нүкте. Мен оны жаздым. Мына бір бос орынға мен қай цифр жазамын? 1, 2. 2 цифры жазам. Өте жақсы. 4-ке 2-ні қоссам, менде барлығы неше нүкте? 6. Тамаша. Енді 2-ге 4-ті қосам. Жауабы тағы да 6. Енді біз осы қосу амалымыз дұрыс орындадық па? Әлде бұрыс па? Оны тексеру үшін біз азайту амалын орындаймыз. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санымыз бізде 6. 6-дан 4-ті азайтсақ 2. Енді 6-дан 2-ні азайтып көрейік. 6-дан мына бір 2 нүктені азайтсам 1, 2, 3, 4. 4 нүкте қалады. Өте жақсы. Біз барлық нүктелерді санап, олармен өрнектер құрастырдық. Енді келесі тапсырма. Бұл жерде біз не істейміз? Тізбек бойынша есептерді құрастырамыз. Ал дайынбыз ба? Бастаймыз. 9. 9-дан 2-ні азайтамын. Неше болады? 7. Дұрыс айтасыңдар. Енді 7-ге 3-ті қосамын. Жауабы 10. 10-нан азайту 2. Тең болады 8. Өте жақсы. 8-ге 1-ті қосамын. 9. 9-дан 3-ті азайтамын. 6. 6-ға 2-ні қоссам неше болды балалар? 8. Өте жақсы. Енді балалар, біз неше амал орындадық? Кәне санап көрейікші. 1 амал, 2, 3, 4, 5, 6. Біз 6 амалмен есептерді шығарып, жауабын таптық. Жарайсыңдар балалар, сендер күннен күнге күрделі есептерді шығарып үйрендіңдер. Енді менің доминомда қанша тақтайша бар екенін білем. Олар 55 тал.
Болсан, стандарт емес, кеңейтілген десек болады. Менікі одан аз. Қайтадан бір санап шығу қажет. Жан, біздің танктер керемет шықты. Тек артық тақтайшалар қалып қойды. Жақсы, еш нәрсе етпей. Бұл зеңбіректер болады. Ал, қайсысы қалғанын көрейік. Сонымен, мұнда 5 және 3. Немесе 3 және 5 8. Сосын мынау 2 және 4. Немесе 4 және 2 тең 6. Математиканы азайтуға арнаймыз. Егер 8-ден 5-еуін алсақ, 3-ке тең болады. Ал егер 3-ті алсақ, онда 5 болады. Ал 6 азайту 2 4-ке тең. Ал 6-дан 4-ті азайтсақ, 2 болады. Я, және барлық жауаптары тақтайшаларда тұр. Ал, Пол, дайынсың ба? Танк дивизиясы жекпе-жекке дайынсыңдар ма? Я! Алға! Қане, алға, я! Болды, танк те жоқ, оқ та жоқ. Демек, достық жеңді. Құтты болсын. Сізде менің құттықтауымды қабыл алыңыз. Жүр су ішейік. Әйтпесе қайнаған жекпе-жек болды ғой. Я, бір шелегін ішем қазір. Ал мен екеу.